Құлагердің құлағы есектікіндей ме? Даңқты құлагер қазақ әдебиетіндегі, қазақ тарихындағы бір орны бар сәйгүлік, ілияс жырлаған даңқы алталашқа жеткен арғымақ. Қазір былай қарап отырсақ, қазақ даласында қаншама астар, қаншама тойлар, қаншама бәйгелер өтті. Қазіргі күні, бүгінгі заманда апта сайын бәйгелер өтіп жатыр. Бірақ қай жүйріктің сол ас берген, той өткізген байдың аты тарихта қалды. Сағынайдың асы құлагердің қазасыменен елдің тарихында қалды. Егер құлагер өлмеген кезде Сағынай дейтін есім бізге жетер ме еді? Енді негізгі әңгімеге көшейік. Құлагердің құлағы есектікіндей ме? Сәбит Мұқанов өзінің өмір мектебі дейтін романында, мемуарлық романында Ақанды көргенін жазады. Ақан құлагерді ұзақ іздеген, сондай бір жүйрік атқа іңкәр болған, содан Киікбай дейтін сыншыға маған ат таңдас деп қасына ертіп, бүкіл арқаны аралай бастайды. Осы жерде Күреңбай менен Киікбайды шатастырып алмайық. Күреңбай ол Сағынайдың асында құлагерге сын айтқан сыншы. Киікбай менен көп жылқының ішін аралайды, бірақ Киікбай ешқайсысын жаратпайды. Сөйткен кезде Ақанның нағашысы айтады, менде бір жылқылар бар еді, соларды көрші деп. Содан үйір-үйір жылқының ішінен бірде-бір жылқы таңдай алмай, Киікбайға ұнамай, Ақан екеуі кетіп бара жатқан кезде Киікбай тоқташ дейді. Анау құмның үстінде ыстық күні, ыстық құмда бір жылқы аунап жатыр, бұл тегін емес, барып көрейікші дейді. Сөйтіп барып жақындаса, бір керғұнан екен. Аяқ қолы сидиған, қарны шыққан, арық, жалба-жұлба арық құнан. Ақан бастапқыда жаратпайды, бірақ Киікбай сыншы алды-артын айналып жылқының көреді да тамсанады. Мынаны қараш дейді. Алды-арты тең жылқы жүйрік келеді дейді. Бірақ та енді Ақанға құлағы есектікіндей, өзі арық, құйрық жалы жоқ, мына құйрығы сиырдік сияқты құйымшақты алып біткен құнан аса ұнай қоймайды. Бірақ Киікбай кетпейді. Киікбай тұрады да айтады, әдетте қазақ мына жүйрік жылқыны қой мойын деп айтады. Бірақ мына құнанның мойыны жолбарыстікінде екен, жұмырланып біткен дейді. Бұндай мойын талмайды дейді. Ал енді шапқан аттың мойыны талса, өзге денесі де талады. Мынаның тұрқы бөлектеп тағды айналады да, көбінесе шабатын жылқыны бота тірсек деп айтады. Бота тірсек майысқақ келеді. Бұның тірсегі жолбарыстікіндей маймиып тұр. Бұның артқы аяқтарының бір серпіні өзге жылқының 2-3 серпіні дейді. Ақан шыдаймай кетеді, құлағы неге есектікіндей дейді. Жоқ, бұның құлағы есектікінде емес, бұның құлағы құландікіндей дейді. Құлан шапқанда құлағы қоянның құлағындай жабысып алады дейді. Содан кейін оған ондай құлаққа жел кірмейді дейді. Желкесіне жаңағы құлап қалады дейді шапқан кезде дейді. Түк құлақ, қандай да бір түк құлақ шапқанда кедергі болса керек. Содан Ақан тұрады айтады, неге құйрық жалы жоқ дейді. Киікбай айтады, құланға тартқан дейді. Құлан жалпы мына аң біткен дейді. Майды қартасына, жалына, сауырына, қазысына жинамайды дейді, жылқыныкі сияқты дейді. Өйткені дейді, оның майы етіне араласып бітеді дейді. Аң біткеннің қашусыз күні бар ма дейді. Бұл да осындай бір тұрпаты, осындай бір даланың аң сияқты екен құлагердің. Бұл мына жалына май жинамайды, сондықтан бұның құйрық жалы осындай деп сипаттайды. Түбі үлкен атақты жүйрік болатынына сенеді Киікбай.
Бірақ ақан қара кемік болып қалған құнанды бір еліне апаруға намыстанады. Сонда Киікбай айтады, мен өзім апарам, еш уайымдама. Енді жылқы өте арық болып қалған екен, күтімсіз, өзім жаздай жаратам дейді. Мінекей құлагердің бір сипаты осындай. Ақан сері дейтін романда Сәкен Жүнісовтың жазуы өзінше бөлек, Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасында өзінше бөлек, ал Сәбит Мұқанов осылай жазады. Кітап оқиық, кітаппен дос болайық. Сәбит Мұқановтың мінекей бірінші кітабында, өмір мектебінде осы деректер жазылған. Және менің YouTube арнама жазылып қойыңыздар.